достар, қазір сіздерге Instagram аккаунттарыңызды қалай бизнес аккаунтқа ауыстырамыз, соны үйрететін боламын. Алдымен өзіңіздің парақшаңызға кіресіз. Одан кейін міне осындай астында өзіңіздің суретіңіз тұрады ғой. Аккаунтыңыздың жаңағы профиліңіз, сол жерге бассаңыздар, міне сіздікі егер личный аккаунт болатын болса, бизнес аккаунт емес, жай аккаунт болатын болса, міне редактировать профиль және сохранение деген осы екеуі ғана тұрады. Енді осыны бизнес аккаунтқа ауыстырамыз. Ол үшін төбеде оң жақта қараңыздар, 3 сызық тұр, сол 3 сызықты басамыз, мынандай шығады. Ең астында настройки деген тұр. Соны басамыз. Және міне қараңыздар, аккаунт деген тұр. Платежи дегеннен кейін аккаунт тұр, астында справка тұр, сол аккаунтты басамыз. Төменге түсіреміз, міне переключиться на профессиональный аккаунт деген тұр. Соны басамыз. Міне продолжитті баса береміз, міне. И ең соңында қараңыздар, категория таңдаймыз осы жерден. Яғни сіздің мысалы бизнес аккаунтыңыз не туралы болады, блогыңыз не туралы болады, өзіңіз таңдайсыз, блогер ма или киім ба, образование, мысалы личный блог, товар, услуга ма, магазин ба, сіздікі ресторан ба, өзіңіздің, яғни өзіңіздің личный, өзіңіз қандай бизнес аккаунт ашайын деп жатырсыз, сіздің аккаунтыңыз не туралы, соны таңдайсыз. Мысалы мен образование таңдаймын. Готово дейміз, міне. Айналып тұр, міне. Міне бизнес или автор деп тұр, көрдіңіздер ма? Мен бизнес дегенді таңдаймын. Далее. Міне өзіңіздің данныйларыңызды осы жерден таңдайсыздар, жаңағы email почталарыңыз, телефон номерларыңыз. Далее. Міне. Қазір привезить етпеймін. Міне, ауысты біздікі, көрдіңіздер ма? Мына жерде промо-акция, статистика деген барлығы шықты. Яғни статистикадан өзіңіздің жаңағы ахватыңызды, статистикаңызды енді тексеріп отырсаңыз болады. Міне подписчиктарыңыздың саны, аудиторияңыз қандай, осы жерден көріп отыра аласыздар. Ол туралы тағы да айтатын боламын. Осылай өз парақшаларыңызды алдымен бизнес аккаунтқа ауыстырып аламыз.